Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Pinduoduo сайтын қалай жүктеу керектігін үйренетін боламыз. Ең алдымен Google-ға кіріп, осы жерге Pinduoduo официальный сайт деп жазамыз. Енді мына ең бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Жоғары жақта тұрған ақ батырманы басамыз. Және астында тұрған сары батырманы басып жүктейтін боламыз. Осылай шығатын болады, біз бірақ все равно скачать дегенді басатын боламыз. Енді осы жерден настройки дегенге кіреміз. Осы жерден разрешить деп басамыз. Және бұл жерде қорқудың қажеті жоқ. Астындағы я осознаю деген батырманы басып, окей дегенді басамыз. Енді осы жерде установить дегенді басамыз. Біз телефонымызға Pinduoduo сайтын жүктеп алдық. Енді оған регистрация жасайтын боламыз. Сіздер кірген кезде бірден осы бетке апарады. Енді астындағы көк жазуды басып, мына жерден Е деген тауып аламыз. Е деген әріпті Е +7 деп басталады. Мына жерге өзіңіздің номеріңізді жазатын боласыз. Телефоныңызға код келеді. Сол кодты осы жерге жазып 572-544. Осылай Pinduoduo сайтына тіркелетін боласыз. Біздің екінші сабағымыз қытайша жазуды аудару. Ол үшін App Store немесе Play Market'тен осы переводчикті скачать етіп аламыз. Енді қытайша жазуды аудару үшін, мысалы, бір дүкенге кірейін. Мына жерде қызыл батырманы басып, толық ақпаратты алу үшін скриншоттап аламын осы бетті. Одан кейін жаңа переводчикқа барып, астында фото деген жерін басам. Осы жерге жаңағы суретімізді жүктейміз. Міне осылайша біз қытайша жазуды аударатын боламыз. Яғни мына жерде размерлер көрсетілген. Мысалы, жасыл түсі, сары түсі, 3 айдан 6 айға дейін. Енді мен өзім қалаған затымды іздеу үшін переводчикқа кіріп, мысалы, көйлек іздейтін болсам, платье деп жазамын да. Мына жерде тіл міндетті түрде орысша тұру керек. Жаздым, скопировать етіп аламын да. Pinduoduo'ға кіріп, осы жерге вставить ететін боламын. Вставить еттім, міне неше түрлі көйлектер шықты. Енді, мысалы, мен мына көйлекті таңдайын, ақ көйлекті. Енді маған осы бетті скриншоттап аудармасын көру керек. Скриншоттап алдым. Енді переводчикқа барамын да, осы жерден жаңа фото дегенді басып, суретті таңдадым. Енді осы жердегі переводты көретін боламын. Міне. Осы жерден аударып көрсеңіздер болады. Бүгін біз Pinduoduo сайтының бірінші бетіне обзор жасайтын боламыз. Бірінші батырмада сіз төлем жасалмаған товарларыңыз тұрады. Ал екінші батырмада сіз төлем жасадыңыз және тағы бір екінші адамның алғанын күтіп тұр деген сөз. Ал мына сағаттың суреті тұрған үшінші батырмада сіздің товарыңызды упаковка жасап, жолға шығаруға дайындап жатыр деген сөз. Ал төртінші КамАЗдың сурет тұрған батырмада сіздің товарыңыз жолға шығып, складқа бара жатыр дегенді білдіреді. Ал бесінші батырмада алған затыңыздың отзывын қалдырсаңыз болады, ол міндетті емес. Енді астындағыларға обзор жасаймыз. Мына бірінші тұрған батырма, бұл жерде сізге скидкамен тұрған товарларды ала аласыз. Мысалы, мына кроссовка 39-да 9 юань деп тұр. Так, кіріп көреміз. Негізгі бағасы 189 юань. Ал оны 39-да 9 юанға береді екен. Яғни 100 юань азайтып тұр. Енді екінші тұрған жүрекшеге кіреміз. Бұл жерде сіз лайк басқан товарларыңыз тұрады. Мысалы, осы жерден лайк басқан товарыңыздың біреуін алу үшін былай жылжытамыз да, қызыл тұрғанда басып жібереміз. Ал мына үшінші батырмада сіздер жазылған магазиндеріңіз тұрады. Яғни сізге ұнаған магазинге жазылып, осы жерден көрсеңіздер болады. Ал енді мынау аяқтың ізі тұрған батырмада сіздер соңғы рет қай товарды көрдіңіздер, сол товарлар шығады. Яғни осы кезге дейін қандай товарға кіріп шықтыңыздар, соның бәрі тұрады. Ал мына бесінші батырмада сіздер возврат жасаған товарларыңыз шығып тұрады осы жерге. Ал мына жерінде, оң жағында
Бұл жерде сіздердің ақшаларыңыз түсетін болады возврат жасаған. Енді біздің келесі сабағымыз категориясын анықтау. Ол үшін Pinduoduo сайтына кіреміз. Осы жерде жоғары тұрғандарға кіреміз. Мысалы, мынаған кірсек, бұл жақта детский киімдер, мына жақта үйге керекті заттар, мына жерде көйлектер, одан кейін ерлердің киімдері және ары қарай неше түрлі категорияларды көре аламыз. Енді біз ең көп өтетін товарларды анықтайтын боламыз. Мысалы, мына жерде үйге керекті заттардың ең көп өтетіні, мына жерге кіреміз. Осы жерде адамдардың ең көп сатып алатын товарлары көрінеді. Pinduoduo сайтынан 9-9 таблицасын үйренетін боламыз. Ол үшін Pinduoduo сайтына кіріп, мына жерде 9-9 дегенге кіреміз. Осы жерде, мысалы, мына жерде 4-9 юанға дейін товарларды көрсетеді. Одан кейін 9-9 юанға дейінгі товарларды көре аласыздар. Және де бағасы 19-9 юанға дейін товарларды көре аласыздар осы жерден. Енді біз Pinduoduo сайтынан товар іздейміз. Ол үшін Pinduoduo сайтына кіріп, поискқа кіреміз. Осы жерде, мысалы, голосовоймен айтсаңыз да болады, немесе мына жерде сурет бар. Сол сурет арқылы іздесеңіз болады. Өстіп қоямыз да сумканы. Біріншіге кірейін. Осы жерде бірінші мына отзывтарды қараймыз. Адамдардың жазған отзывтарын кіреміз. Осы жерден скриншоттап алып, переводчикқа салып аударып аламыз. Бұл жерде качествосы жақсы деп айтқан екен көбісі. Енді магазин рейтингін анықтаймыз. Ол үшін астыға түсеміз да, осындай магазин рейтингі тұрады. Бұл жерде магазин рейтингі 4 немесе 5 жұлдыз тұрғанда ғана заказ бере аламыз. Ол міндетті түрде. Сіздерге Pinduoduo сайтынан қалай ешқандай каргосыз өзіңіздің тікелей адресіңізге қалай товар алдыру керектігін айтатын боламын. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай местоположение тұрған жерде менің өзімнің адресім тұр. Яғни ешқандай каргосыз, ешқандай код сатып алмай-ақ өзіңіз атыңызды жазу арқылы товарды заказ бере аласыз. Енді ол үшін ең алдымен Play Market немесе App Store'дан жаңа пост деген программаны скачать етіп алатын боламыз. App Store'ға кіреміз. Осы жерге поискқа жазамыз. Жаңа пост. Бірінші шығып тұр. Осыны соткаңызға скачать етіп аламыз. Біз соткамызға жүктеп алдық. Енді регистрация жасайтын боламыз. Мына жерге өзіміздің қолданып жүрген телефонымыз жазатын боламыз. Енді астында кіру деген батырманы басамыз. Осы кезде сіздің соткаңызға код келетін болады, SMS. Соны осы жерге жазамыз. Так, 303 037. Міне кірілді. Енді басты бетке барамыз да, сол жерде сіз өзіңіздің жеке куәлігіңіздің алдыңғы фотосы мен артқы фотосын тіркейтін боламыз қойып. Оны тіркеудің себебі сіздер $5 орнына $4-7 алдырда алатын боласыздар. Міне осы жерге жеке куәлігіңіздің суреттерін қоямыз. Астында суреттің батырмасын басып, разрешить басамыз. Осы жерде мен кез келген бір суретті қоя салам, өйткені менің жеке куәлігім тіркеліп тұр. Осылайша суреттеріңізді енгізетін боласыздар. Одан кейін келесі мекен-жайды таңдайсыз. Мысалы, мен Шымкент қаласында тұрам. Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, ары қарай 18-ші микрорайонда басатын болам. Ал астындағы мекен-жайға өзіңіздің толық мекен-жайыңызды жазасыз. Мысалы, 18-ші микрорайон, 46-ші дом деген сияқты толықтай адресіңізді жазып өтесіз.
Енді астына өзіңіздің телефон номеріңізді жазасыз. Одан кейін астындағы жалғастыруды басамыз. Яғни осы жерде сіздің жеке куәлігіңізде қолыңыз қалай тұр, дәл солай етіп қолымызды қоятын боламыз. Осылай қойып аламыз да сақтауды басамыз. Қолымызды қойып болғаннан кейін астындағы жалғастыру батырмасын басамыз. Болды, сіздің жеке куәлігіңіз тіркелді, яғни сіз енді тауарларыңызды $4-7 алдыра аласыздар. Яғни ешқандай код алмайсыздар, осы арқылы заказ бере бересіздер. Енді сіздер бөлімшені таңдайсыздар. Мысалы, мен Шымкент қаласында тұрам. Шымкент қаласында бізде 3 филиал бар. Мен өзіме жақын жерді таңдайтын болам. Еңбекші ауданы, Жібек жолын таңдаймын және сақтауды басамын. Сіздің келген тауарларыңыз сол бөлімшеге баратын болады. Оның адресін мына басты беттен көре аласыздар. Сіздің затыңыз Қазақстанға келген бойда мына хабарлама батырмасына түседі. Мына жерде сіздің заттарыңыз тұрады. Мысалы, күтілуде, жолда келе жатыр, немесе шекарада тұр, соның барлығы көрсетіліп отыратын болады. Мына жерде филиалдардың мекен-жайы деген бар, осы басты бетте. Сол жерден өзіңіздің мекен-жайыңызды көрсеңіз болады. Енді сіздер Pinduoduo сайтына өзіңіздің Қазақстандағы адресіңізді тіркейтін боласыз. Ол үшін мына батырманы басамыз. Осы жерде добавить казахстанский адресті басатын боламыз. Осы жерде мына жерге өзіңіздің атыңыз жазасыз. Сізде мысалы индекс кодыңыз болатын болса, индекс кодыңызды жазасыз. Немесе ол жоқ болған жағдайда өзіңіздің аты жөніңізді латынша әріптермен жазып шығатын боласыз. Және бірінші тегіңізді жазасыз. Тегіңізді, мысалы, тегіңізді жазасыз да, одан кейін барып атыңызды жазатын боласыз. Жазылды. Енді өзіңіздің телефон номеріңізді жазатын боласыз. Одан кейін өзіңіздің қалаңызды таңдайсыз. Шымкент қаласын таңдаймын. Город Шымкент. Осы жерден районды, Еңбекшинский район және 18-ші микрорайон таңдаймын. Ал мына жерге толықтай адресіңізді жазып өтесіз. 18-ші микрорайон, 43-ші дом немесе 46-ші дом деп өзіңіздің адресіңізді толықтай жазып өтесіз. Астына почтовый индексті өздері шығарып береді. Өзіңізге жақын почтаны индексін сіздерге шығарып беретін болады. Сохранитті басамын. Осылайша сіздер Pinduoduo сайтына өзіңіздің адресіңізді осылай тіркейтін боласыз. Енді заказ беретін кезде сіздер мысалы бір наколикке кірейін, астында қызыл батырманы басамын. Міне осы жерде менің адресім шығып тұр. Және КамАЗдың сурет тұрған жерге басып, астындағы жаңа пост деген батырманы басамыз да, қызыл батырманы басамыз. Сол кезде осындай жаңа пост деп шығып тұру керек. Енді осы көйлектердің размерін түсін таңдап заказ беретін боламыз. Енді сіздер осы жаңа пост арқылы қандай товар заказ беруге болмайтынын көретін боласыздар. Осы басты бетке кіріп, тыйым салынған заттардың үстін басып көреміз. Осы жерде мысалы қарулар мен жарылғыш заттарды беруге болмайды. Астына түсе берсеңіздер алкогольді сусындар, жарылғыш заттар, дәрілер, тамақтар, жануарлар, өсімдіктер беруге болмайды. Осылай толықтай көріп шыға аласыздар, ішіне кіріп. Яғни сіздер осы затты берген жағдайда сіздердің заттарыңыз кешігетін болады. Яғни шекарада бұндай заттарды ұзақ уақыт тексеріліп, бір-бірлеріңіздің уақыттарын алатын боласыздар. Енді сіздерге Pinduoduo сайтынан берген затыңыздың қай жерде келе жатқанын қалай көру керектігін айтатын боламын. Ол үшін жаңа постқа кіріп, тапсырыс деген жерін басамыз.
осы жерде барлық көрсетілетін болады. Мысалы бір товарға кірейін, осының трек кодын алатын боламыз. КамАЗдың батырмасын басып, осы жерден трек кодын аламыз. Міне осыны копировать етіп алдық. Енді трек кодпен іздеу деген жерге қоятын боламыз. Осылай қойдық. Енді бұл заттың қай жерде келе жатқанын көретін боламыз. Осылайша көретін боламыз. Менің затым уже келіп қойған, сол үшін бұл жерде жоқ. Осылай іздейтін боламыз. Енді сіздің затыңыз Қазақстанға келген бойда сізге сообщение келетін болады. Мына хабарлама батырмасына сізге келіп тұратын болады. Егер сіздерде дәл осылай $4-7 мен ешқандай код сатып алмай-ақ осылайынан заказ берсеңіздер болады. Сіздерге осы видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Алдағы уақытта Pinduoduo жайлы әртүрлі ақпараттар салатын боламын.